Желіде жақсы жаңалық зейнетақы алатындар көрсін. Бұл видеомыз астына бір емес ондаған лайк бассаңыз тұрарлық. Жылдам ақпарат, Құлаша Қазақстандықтар көрсін. Сәлеметсіздер, қымбатты көрерменіміздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Әр балаға 70 мың теңге. Министр жәрдемақыға қатысты пікір білдірді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова әр балаға 70 мың теңге жәрдемақы беруге қатысты ойын айтты. Естеріңізде болса, мәжіліс депутаты Гаухар Танашева әр балаға 70 мың теңге көлемінде мемлекеттік жәрдемақы тағайындауды ұсынып, сауал жолдаған болатын. Министр бұл бастамаға қатысты пікірін білдірді. Бұл қазір қоғам мен көпбалалылардың күн тәртібінде тұрған өткір мәселе. Мұның барлығы бюджеттің мүмкіндігіне байланысты болады. Бізде әлеуметтік пакеттер бойынша өзгертулер күтіп тұр. Ол бюджеттің шағын қаражатын қажет етеді. Біз оған бизнес процестердің трансформациялануы және де цифрлануы және мемлекеттік артық қызметтерді қысқарту арқылы келе жатырмыз. Содан кейін балаларға шартсыз төлем жасауға келеміз. Қазір бұл шешімді қабылдасақ, салық төлеушілерге ауыр болады деп түсіндірді Жақыпова журналистермен кездесуде. Еңбек мені басшысы бүгінде бюджет 6 триллион теңге көлемінде болса, ол 38% екенін айтты. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз.